Бисмиллахиррахманиррахим. Алла тағала әлмисақ жаратылысында өз сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын, өзінің ұлы есімінің атынан айтып, ондағы өз сөздің ақиқатынан тұратын заңдылықты шын ықыласымен бекітіп, Құранды жерге шындықпен түсірген. Ислам ғалымдарының зерттеуінде Сад сүресінің мағынасы шындықты білдірген. Әл-Фараби Сад сүресін көк пен жердің ақиқат көпірі деген. Алла тағала сол Сад сүресінде мен ақиқатты айтамын. Құран бүкіл әлем үшін бір үгіт насихат, әлбетте оның хабарын бір заманнан кейін білесіңдер деген. Алла тағала Сад сүресінде өз сөздің ақиқатын өзінің ұлы есімінің атынан айтқан. Алла сөздің ақиқатын өзінің айтуымен халыққа жеткізу, барлық қауымға Алла әмірдің жоғарыдан болуы. Ақыр заман Алланың айтуымен өз сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын бекіту, өз әміріне бойсыну. Исламда жаратылыстың басы әл-мисақтан, Құран Алла сөздің ақиқатын бекітуден тұрады. Ислам ғалымдары соның себебінен ақиқатты ақыр заманда келетін Алланың әмірі деген. Өткен ислам ғалымдары қазіргі кезде жер бетіне әр түрлі зілзала апаттардың болуын, жер бетіне жаманшылықтың толып, әлемдегі тыныштықтың бұзылуын, әлемге келетін ақыр заман апаты деген. Олар әлемге келген ақыр заман апатынан аман қалудың бірден бір тура жолы, ақыр заманда келген Алла сөздің ақиқатын бекіту, өз әміріне бойсыну деген. Құранда Алланың әміріне бойсынып, ізгі іс істеген қауым ғана ақыр заман апатынан аман қалатындығы айтылған. Әл-Фарабиді зерттеуші ислам ғұламасы Ақжан Машанов өзінің Әл-Фараби және Абай атты кітабында ғаламды ислам ғалымдарының имандылық жолы ғана сақтап қалады деп қорытынды жасап, Әл-Фараби мен Абай жолы тура жол, тура өлшеу осында деп кейінгі ұрпаққа өз өсиетін қалдырған.